Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің бүгінгі түріме мән бермеңіздер. Бүгін какой-то мен странный болып тұрмын. Кішкене шаршау такой. Короче, білмеймін. Мен ештеңе айта алмаймын. Бүгін біз астатық алдында қалған пилиномелдар мен глиномелдарды жейтін боламыз. Кстати, қыздар, алдын мен эфирімізде айтып едім ғой. Кембрийский глина қатты болды, значит, мен оны особо жемеймін. Маған ол қатты ұнаған жоқ, значит, мен оны паста қылып жіберемін дедім. Онда оны сыйлап жіберіңіз деп маған комментарийға жазып жіберді. Күшті идея екен, негізі мен почему-то ойланбағанмын деп ойладым да. Болды, сыйлап жібереміз. Мынау біздегі алдындағы астатық пилиномелдар және 3 глиномел, 3 пилиномел қалған. Соларды жейтін боламыз. Еще айтқым келіп тұр, ойлап жатыр, может, 2 боксты ертең Құдай қаласа 16 желтоқсанға қарсы, может, ойнатып жіберсек қалай болады деп. Егер иә десеңіздер, осы видеоның астында комментарийлар қалдырып, 16 желтоқсанда может, YouTube-қа шығайын ба, или Instagram-ға. Мен сіздердің комментарийларыңызды обязательно оқимын. Егер кері связь болмаса да, мен обязательно комментарийларыңызды оқимын. Маған жазып жіберіңіздер. YouTube-тан прямой эфирға шығайын ба, или Instagram-нан прямой эфирға шығайын ба. Және қай уақытта дегенде, наверное, кешке таман да, где-то кешкі где-то 11-лерде или 12-лерде как раз балалар ұйықтап қалады, ешкім мешать етпейді деген сияқты. Сол, бәрі жақсы. Ал эфирімізді бастаймыз. Сіздердің комментарийларыңызды оқып отырып, не деген күшті комментарийлар, не деген күшті сөздер деп, қой, не болып кетті деп өз-өзімді не істеп тұрып, күнде әйтеуір пландарымды жазып, таңертең кешке дейін кетіп қалатын. Бүгін что-то какой-то странный болып.
ішінде чередейка бар сияқты. Мен ешқайсысында описаниясын несін айтып отқан жоқпын, потому что полиномиялдарды алдында айтып өттім. Бүгінгі глиномиялдарды мен шынымды айтсам составтарын ешқайсысын жазылмаған, білмеймін. Ертең сіздерде бокстың ішінде болады, сол кезде тоже көресіздер ғой дәмін. Тек жаңағы сары түсі, соны ғана білдім, что ішінде чередейка бар екен, потому что кішкене черный кусочектермен және дәмі өте сливочный болып тұрады. Осымен достар, біздің эфиріміз аяқталды. 16 күні, Құдай қаласа, так бұл нешесі? Ертең екен ғой, получается. 16 күні, Құдай қаласа, кешкі сағат 11-11:30 кезінде мен эфир күтіңіздер YouTube'да. Және осы видеоның астына комментарийлер қалдырыңыздар. Обязательно подписаться етіңіздер. Возможность болса, көп подписаться етіңіздер. Екі бокс ойнатамыз, және, возможно, екі ақшалай жүлде ойнатамыз. Получается, 4 ойын, Лиза Онайра ойнатамыз. Өте честный болады. Комментарийлер арқасында уайымдамаңыздар, сіздер бірақ комментарий жазды или 10 комментарий ол Лиза Онайр, оған қарамайды. Даже выбрать етсіз, ол 20 комментарийлердің арасынан да, например, бір адамды 2 рет даже выбрать етіп қою мүмкін, или 3 рет, например, да. Солайынан. Ал бәрлеріңізге сәттілік, ертең мен сіздерді 11:30 или 11-дің кезінде кешкі сағат, то есть YouTube'да күтетін боламын. Егер уақыттарыңыз болмай, кіре алмай қалатын болсаңыздар, мен прямой трансляцияны сақтап қоямын. Обязательно комментарий жазғандар арасынан ұтқандар болса, сол жерден біле алады. Прям не обязательно, прям сол уақытта кіріп көру деген ол не обязательно. Қолдарыңыз босамаса, не обязательно.
Главное, жеңсеңіздер, ол как положено, там жазылады, айтылады, сіздер өздеріңіз обратный связь көресіздер. Ал барлығыңызға сәттілік, сау болыңыздар.